Ол баланы қай жасынан бастап мешітке ұстаздарға шәкірт етіп апаруға болады? Баланың нөмір бірінші ұстазы сізсіз, Айдана ханым. Молда емес. Ата-ана ұстаз болады. Сіздер ұстазсыздар. Сіздер ұстаз болыңыздар. Балаларыңызға өздеріңіз үлгі болыңыздар. Балаларыңызға өздеріңіз ауыздағы сөзіңізден өтірік шықпасын. Аузыңыздан боғауыз шықпасын. Ұстаз молда тәрбиелеуге міндетті емес. Сауабыңыздың бәрін молда алып болмасын. Сіз алыңыз. Өз балаңыз, мысалы ойлашы, Фатиха сүресін молда жаттатса балаңа, өле-өлгенше балаң Фатиха сүре оқиды. Сонда бүкіл Фатиханың сауабы молдаға кетіп қалса, сіз қайда қаласыз? Сіз біле салу керек шығарсыз. Жоқ, дүниеге келтіргеніңіз ғана ма? Сондықтан сауабыңыз молдаға беріп қоймаңыздар. Қызғаншақ болыңыз, өзіңіз алыңыз. Сіздің балаңыз, сіз өмір арнағасыз, сіз өліп талып жұмыс істеп жатсыз сол үшін. Бараттан молда алып алады сауабын. Жоқ, сен үйрет. Сен жаттатқыз. Сен жатта, содан кейін балаңа жаттатқыз. Сол болсын. Содан кейін өтірік айтпаңыз. Өтірік айтпау қасиетлі. Ақ киім киіңіз. Балаға ақшыл киім кигізіңіз. Ақ деген не үшін аппақ? Новый емес. Жуып кисін, таза кисін. Әрбір жеріне даққа түсірмейді сонда. Мынау не деңіз? Баланы ұлды да, қызды да таза қылып үйретіңіз. Алған қаламды орнына қойып үйретіңіз. Сабынды жуды ма, сабынды өз орнына қойып үйретіңіз. Тақақтап жанын шығарыңыз. Кішкентай қызыңыз кішкентай кезінде трусигін бір жаққа, носкиін бір жаққа тастатқызбаңыз. Орнына қойыңыз. Балам бай болсын дейсіз ба? Осыдан байлық басталады. Балам успешный болсын дейсіз ба? Қызым жақсы жерге байға тиіп тұрақты болып қалсын дейсіз ба? Тазалығы зор болсын. Ең жақсы қызға үйленгім келеді деп балалар менен сұрағанда, таза қыздарға үйленіңіздер деймін. Бұлар оранып алған, иншалла, машалла деп сөйлей беретін емес, кәдімгі таза қыздар. Салақта олақтан салақ жаман дейді. Салақ болып үйі бычыт шығып атса, оның машалласына не пайда? Аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, оның орамал тағып алса, нөміріңді айт жалмауыз десе, не пайда оның машалласынан? Қалай ойлайсыздар? Сондықтан тазалығы, имандылығы, ең бірінші қызға керек тазалық. Қызға емес, ұлға да керек тазалық. Ең болмаса, келінің салақ болса, өзің балаң салақ болмасын. Сізде бұл жоқ па соны балаға кіргізіңіз. Мен таяқ жедім енемнен. Не үшін? Таза болмаған үшін сөйледі саған. Ең болмаса, менің қызым соны естімесін. Сенде жоқ болса, үйрет. Содан баладан өзің үйренесің. Тұрмысқа шыға алмай жүрмін. Тап-таза бол, сестренкам. Ана әдемі киім киіп помада емес, тап-таза болған қыз күйеуге шығады. Гарантия шығасың. Шыққанда шығасың, жаңағы, суперна шығасың. Князь Монакоға шығасың шыққанда да. Қазір кімдер өзі? Шапырашты ма? Қай ру қазір авторитет? Сол руға шығасың шыққанда да. Бәріміз қараймыз алып, отырып қалды деп сондық шығып кетті мынау дейміз. Сен тап-таза болсаң ажырасып